Көздің көруін жақсарту үшін не істеу керек? Адам баласы ақпараттың ең негізгі бөлігін көзбен көру арқылы қабылдайды. Қуанышты сәттерді, айналамыздағы құбылыстарды көруге және жақсы мен жаманды айыра білуді, пайдалы мен зиянды дүниелерді ажыратуды көздің атқаратын рөлі өте зор. Көздің көруін жақсарту үшін не істеуіміз керек? Көздің нашар көруін миопия дерті деп атайды. Ол уақыт өте келе пайда болуы мүмкін. Адамдардың көзінің нашарлауының басты себептерінің бірі артық салмақ түсуінде. Олардың қатарына монитор алдында ұзақ отыру, телефон, гаджеттерге телміру, бөлме жарығының дұрыс болмауы және тағы басқа жатқызуға болады. Дерттің алғашқы белгілерін байқаған уақытта бірден уақыт жоғалтпай емделген дұрыс. Күнделікті жұмыс уақытында сағатына 1 рет үзіліс жасап, көз жаттығуларын жасаған дұрыс. Қазіргі кезде ғаламтор беттерінде көзге арналған жаттығулардың түрі бар. Бір ерекше атап өтерлігі, олардың барлығы кез келген адамның көзіне арналмаған. Оларды да дұрыс таңдау керек. Әрбір адам өзінің көзіне күтіммен қараса, көру жақсаруы мүмкін. Мәселен, келесідей жаттығулар жасауға болады. Көзіңізді солдан оңға қарай және керісінше бағытта бірнеше рет айналдырыңыз. Басыңызды қозғалтпай, көзіңізді жоғары көтеріп, содан соң төмен түсіріңіз. Бұл әрекетті де бірнеше рет қайталау керек. Бұдан кейін оң және сол жаққа көзіңіздің қиығымен қараңыз. Қолыңызға қарындаш алып, оны жақындатып ұшына қараңыз. Біртіндеп оны алыстатыңыз. Ал жанарыңыз қарандаштың ұшында болса, осындай қарапайым жаттығуларды адамдар күнделікті жасауды әдетке айналдырса, жанарының бұлшық еттері демалып көруі жақсарады. Көзілдірік таққан дұрыс па әлде линза пайдалы ма? Егер көзілдірік пен линзаның біреуін таңдау керек болса, біріншісін таңдауға кеңес берер едім. Өйткені көзәйнектің өзіндік басымдығы бар. Ол көзге ешқандай инфекция жұқтырмайды. Мәселен, линзаны лас қолыңызбен пайдаланатын болсаңыз, соңы жақсылыққа апармауы мүмкін. Тіпті оны кей адамдар таңертең тағып, кешке шешуді ұмытып, келесі күні ғана шешіп жатады. Ал көзілдірікті көзіңіз шаршаған уақытта шешіп, көру жүйесін кез келген уақытта тынықтыруға болады. Сонымен қатар, көзәйнекті пайдалану қаржылық тұрғыда да өте тиімді. Ұқыптап ұстасаңыз, көзілдірік бірнеше жылға дейін шыдас береді. Көзәйнектің тағы бір артықшылығы, ол линза секілді көп күтімді талап етпейді. Тек сүлгісі мен қорабы болса жеткілікті. Көзге қандай жеміс-жидектер мен тағамдар пайдалы? Сәбіз өте пайдалы. Ол түрлі витаминдердің қайнар көзі. Мұндай А дәруменінің арқасында көздің көру қабілеті жақсартуға болады. Аптасына шамамен 3-4 мәрте сәбіз салатын жеу керек. Жидектерден әсіресе қара жидекті тұтынған жөн. Мұның құрамында В1 және С дәрумені бар. Мұндағы лютеин көздің көру қабілетін жақсартып, көздің шаршауын басады. Сол себепті күнделікті өмірде қара жидектен әзірленген тосапты көбірек жеуге кеңес береміз. Сіз көзіңізге қандай күтім жасайсыз? Мен күн сайын жатар уақытта және таңертеңгілік көзімді алақаныммен жауып жылытамын. Сондай-ақ күні бойы көзге қатты ауыртпалық түсетін болса, сол уақытта осы жаттығуды жасап тұрамын. Сәбізді өте жиі тұтынамыз. Бастысы, күн сайын көзге түсетін ауыртпалықты азайтқан жөн. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер.